Но перед этим мы устроили ярмарку, собрали деньги. На эти деньги наши ученики поехали на базар, купили подарки. И теперь мы в ожидании поездки в Дом престарелых. Вот только что мы приехали с Диной, купили все необходимые вещи, сейчас будем их упаковывать и завтра поедем в Дом престарелых. Будьте с нами. Осы құрмет айына байланысты біздің жоғары сыныптардың қатысуымен өткізілген іс-шарамыз өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Яғни қатысқан жоғары сынып оқушыларына, біздің әсіресе ұйымдастырушы 10-шы сынып оқушыларына көп рахметімізді айтамын. Сонымен қатар оны бізге көмектескен, жәрдемдескен ата-аналарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен бір-бірімізді әрқашан құрметтеп, жауапкершілікпен қарауды насихаттасақ өте жақсы болушы еді. Супер.